Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз Excel бағдарламасында жұмыс жасаудың ең алғашқы қадамдарын қарастырамыз. Яғни Excelді мүлдем танымайтын және Excel мен әлі де жұмыс істемеген пайдаланушылар үшін алғашқы ақпарат. Мен сарымен бояп қойдым, сіздерге нақты көрінетіндей болатындай анық болсын деп. Сонымен бухгалтер үшін Excel бағдарламасын білу өте маңызды. Excel не үшін қажет? Excel калькулятор ретінде пайдалануы мүмкін. Мысалы, сіз кез келген санды жазатын болсаңыз, және де Excel негізінде тең деп басып, қосындысын табуға болады. Тең және 6, 5 қосу, 6 қосу, келесі қосу 7. Тең десеңіз, мұнан қосындысы шығады, және 4-еуін белгілеп астына қарайтын болсаңыз, асты сома 24 дегенді шығады. Яғни формула бойынша бағаналар көрсетілген. Мысалы, мына жерде мына бағана FBI бағанасы болып табылып тұр, және де қандай жолмен байланысқаны көрініп тұр. Формула негізінде BI 5-ші жол, BI 6-шы жол деп жазылып тұр. Яғни Excel бағдарламасында бағаналары әріппен, ал жолдары санмен көрсетілген. Сол үшін, яғни формула түседі. Формулада мысалы біз кез келген санды өзгертетін болсақ, жалпы қосынды формуласы солай қала береді. Сандар өзгерген менде формуласы өзгермейді. Формула өзгеріске ұшырамайды. Мысалы, 6 десек, немесе басқа санды қоятын болсақ, формуласы тек қана санды өзгертеді. Сонымен қатар, қазір енді біз мынаны белгілеп тазартуға болады. Алғашқы қосу, орташаны табу деген алғашқы функцияларды қарастырып кетейік. Мысалы, бізде мына жерде тауарлар номенклатурасы берілген, баға берілген, саны берілген, және сомасын есептеу керек. Баға деген біз қосылмайды, тек қана саны қосылады. Саны қосылған кезде, мысалы, бірінші 0 болып тұр, бізде 0 жоқ. Сондықтан кез келген формуланы анықтау үшін мына қосынды, мысалы, ең жоғары жақта мынандай қосынды белгісі бар. Соған басатын болсақ, Excel бағдарламасы барлық бағананы жоғарыға көтеріп, барлық қосындысын анықтайды. Мына жолдардың қосындысын анықта дегенді білдіреді. 51.014.10-7. Келесі, мысалы, мына екі бағананың қосындысын анықтау керек. Қосындысы болғанда көбейтіндісі. Онда бірінші таңдаймыз, мына қай жолмен қай бағананың қиылысы екеніне, және бұл жерде FD 7 деп тұр. FD 7-ші жол. Және көбейтуді басамыз, және келесі қайсына көбейту керек екенін анықтаймыз, Enter дегенді басамыз. Бағдарлама өзі не істеді? Көбейтті. Мынандай формула тұр. Формулада қарайтын болсақ, көкпен белгіленген мына жол FD көбейтілген 7-ші жолға, және екінші FE көбейтілген 7-ші жолға көбейтіндісі көрсетілген мына формула тұр. Тең деген белгісі болса болды. Енді осының соңына дейін жеткізу үшін біз жай ғана мынау ең соңында 4 бұрыш көріп тұрсыздар ма? 4 бұрышты төмен қарай жылжытамыз. Сол кезде бізде барлық формулалар төмен қарай түсе береді. Яғни әрі қарай формула автоматты түрде келесі жолға түседі. Қосындысын анықтау үшін бұл жерде де мынаған белгілеп, қосындыға басатын болсақ, формула былай белгілейтін болсақ, мына формула қосындысын көрсетіп тұр. Егер біз қосындысын азайтатын болсақ, мысалы, мынаған белгілеп, барлық бағананы емес жартысын анықтайтын болсақ, жартысына түсірсек те болады. Мысалы, бұл кезде жалпы сомасы аздау көрсетеді. Нақты көрсету үшін енді барлық бағананы
қайтадан жоғарыға көтеруге болады. Тең деп белгілейміз. Мысалы, бұдан да оңай жолы бар. Тазартамыз. Және ең соңында мына төртбұрыш тұр. Соған 2 рет басатын болсақ, формула төмен қарай өзі жылжиды, оны жылжытудың да қажеті жоқ. Тағы бір рет көрсетейін. Тазартамыз. Тең мына жолдағы санды келесі жолдағы санға көбейттік. Және ең соңындағы мынау төртбұрышқа басамыз 2 рет, формула төмен қарай түседі. Және қосынды формуласы да сақталып қалған. Енді тағы бір бізде басқа да функциялар бар. Сол функцияларды қарастырайық. Мысалы, мына бағалардың ішінен орташа бағаны анықтау керек болады. Орташа баға, яғни ең төменгі және жоғарғы бағаның аралығы. Сонда бізде қарайтын болсақ, ең төменгі бағамыз бізде 214, ең жоғарғы баға 1982, арасындағы қосындысы мен арасында шамамен 809 болу керек. Мынаған басамыз және ең соңғына үшбұрышқа басамыз. Средний деген басатын болсақ, бағдарлама осы аралықта орташаны тауып береді. Enterге басамыз, орташа 775 деген санды берді. Орташа, яғни ең төменгі және жоғарғының аралығы. Енді бізге мысалы ең төменгі сан қажет. Ол үшін дәл сондай мына функцияның үшбұрышына басып, минимумға басатын болсақ, мына осы аралықта тап деген тапсырма беріледі. Enter 214, яғни ең төменгісі 214 болып табылады. Енді ең жоғарғысын табатын болсақ, дәл сондай басамыз, максимумға басамыз. Enterді басамыз, ең максимум мына 1982. Яғни негізгі формулалар осы. Жалпы қосу, алу, тағы басқа да әрекет жасайтын болсаңыз, онда сізге ең бастысы тең деген белгіні таңдап, мысалы, қосу, алу жүргізуге болады. Мысалы, мына жолдан аламыз, келесі жолды минуспен шығады, онда тек қана формуласы көрсетіліп кетті. Қай көздегі, яғни қай жолдағы санды келесінен қандай амал жасау керек екен. Яғни Excel'де ең бастысы тең деген белгі арқылы барлығы жүргізіледі. Мысалы, біз тағы бір бағананы қосатын болсақ, мына жерде белгілеп, барлық все границы дегенді басамыз, бағана қосылады. Және бізге мысалы үлесті анықтау керек болады. Үлес дегеніміз мысалы жалпы көлемді 100% алатын болсақ, әрқайсысы неше пайызды құрайды. Онда біз тең дегенді басамыз. Мысалы, біріншісін бөлеміз жалпы соңындағы жалпы қорытындысына. Тең болады 0,03 коэффициент немесе 100-ге көбейтетін болса, мұна формула арқылы процентпен есептеу үшін 100. 2,56%. Егер төмен қарай тартатын болсақ, онда біздің формуламыз анықтамайды. Яғни қате деп көрсетеді. Ол қате болмау үшін тазартамыз және осы формулаға біз не істеуіміз керек? F4 деген функцияны басамыз. Мына формуланы анықтаймыз, былай қоямыз. F4 деген функцияны кешіңіздер, қазір тең бөлу қорытынды және F4 функциясын басамыз. Мынаған жақындатып, екінші әріпке. Осы бізде соңғысы тең болу керек. Не себепті жаңағы бізде қате шықты? Себебі мына функция бойынша мына соңғы бөліндісі астында тұр. Біз формуланы төмен түсірген кезде бөліндісі төменгі жолға түседі. Бұл төменгі жолда сан жоқ. Осы бөліндісі төменгі жолға түспей, тұрақты түрде өшеде тұру үшін, ол үшін біз мына формулаға түсеміз. Екінші санды таңдаймыз және F4 дегенді басамыз. $2 шығады.
алдыңғы санның алдында және кейінгі санның алдында $2 шығады. Басамыз бір рет Enter'ді және төмен қарай 2 рет жылжытатын болсақ, мына астыңғы формула өзгерді. Және төмен қарай жылжытамыз, бізде барлық сандар есептелді. Жалпы қорытындысы бізге 1-ге тең болу керек. Міне 1-ге тең, дұрыс. Себебі мына барлықтары үлес болып табылады. Яғни екінші формула бұл жерде кез келген санды тұрақты түрде өзгерісті қалдыру үшін, мысалы өзгермеу үшін, біз мына жерде F4 арқылы $2 қойдық. $2 біз жазбашада қоюға болады. $4 деген санда көрсетілген, немесе F4 дегенге басуға болады. Яғни тағы бір рет көрсетіп кетейін, мысалы тазартамын. Және де тең деп басамын. Мына санды бөлемін соңғы қорытындысына. Және де соңғы қорытынды сан өзгеріссіз осы қалу үшін төмен қарай түскен кезде мынау бос жолға түспеу үшін не істеймін? Мына формуланы алдыңғы екінші санның алдына қойып курсорда былай долларларды қойсам да болады, немесе F4-ке белгілесем, F4 дегенді басатын болсам жоғары жақтағы, онда формулада $2 деген сан пайда болады. $FB және $21. Сол кезде ғана біздің астындағы сан тұрақты болып есептеледі. Enter'ге басамын және төмен қарай түсірген кезде барлық сандар өзгеріссіз есептеліп, формуланы көретін болсақ, соңғы бөліндісі ешқандай өзгермейді. Соңғы бөліндісі өзгеріссіз тұр, яғни екінші сан тұрақты болып көрсетілген. Сонымен бүгінге осы. Жалпы Excel'де бухгалтер үшін жұмыс жасау үшін қосу, алу, бөлу, орташаны есептеу деген негізгі көрсеткіштерді табу үшін бұл функциялар жеткілікті, бірақ бұдан да күрделілері бар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.